Сымбатты әрі тартымды әйел қолында жас сәбимен көшеде қалып кетеді, және бөтен еркектер тарапынан көп қиындықтарға ұшырайды. Аман қалу үшін олардың кез келген талаптарына риза болады. Сәлем достар, бүгін біз сендерге шын өмірде болып өткен, филиппиндықтар тарапынан түсірілген «Жол ақысы» деп аталатын өте аянышты фильмге шолу дайындадық. Не надо. Мне правда очень нужно попасть в Манилу. Фильм Леннет есімді қыздың қолында сәбимен далада жүргенінен басталады. Оның қарны аш және қалтасында бір тиында ақшасы жоқ. Леннет ақырындап үлкен кеменің қасына жақындайды. Сөйтсе кемеге адамдарды отырғызу басталыпты. Анық болғандай қыздың кемеге міну үшін билеті жоқ. Ол ақырындап жасырын түрде кемеге мініп алады. Оны күзеттер байқап, қыздың артынан қуғанда ізін жоғалтып қояды. Леннет кеменің жүк қою бөлмесіне жасырынып, біраз уақыттан кейін төбеге көтеріледі. Сол уақытта проводниктер шетінен адамдардың билеттерін тексере бастайды. Қыз болса қобалжып отырды. Дегенмен кезек қызға да жетіп келеді. Шарасыз Леннет билеті және ақшасы жоқтығын мойындайды. Содан оны бастықтың қасына алып кетеді. Арадан біраз уақыт өтіп, біз Леннеттің кемеден түскенін көреміз. Ол қарны ашқандықтан кім көрінгеннен ақша сұрай бастайды, бірақ көмектесетін ешкім табылмайды. Сол уақытта бір әйелдің әмияны түсіп қалады. Қыз оны алып иесіне тапсырады. Әйел қызға рахмет айтып, аздаған ақша береді де, оны автовокзалға дейін өзімен алып кетеді. Қыз автотұраққа келіп автобусқа отырады. Ол баласын қоректендіріп жатқанда, қасына екі бұзақы жігіттер келіп қызға тиісе бастайды. Алыстан оларды байқаған бір бейтаныс жігіт, олардың қасына жақындап қалтасынан тапаншаны көрсетеді, екі бұзақыны қуып жібереді. Ол қыздан рұқсат сұрап қасына отырады. Автобус адамдарға толып жүре бастағанда тағы билетті сұрау басталады. Леннет ыңғайсыз жағдайға тап болып, қасындағы жігіттен ол үшін де ақша төлеуді өтініп жалына бастайды. Жігіт әрине жоқ демей көмектеседі. Солайша олар жақыннан танысады. Жігіттің есімі Род екен. Олардың сапары 4 сағат болғандықтан, жігіт одан өзі туралы айтып беруді сұрайды. Леннет айтқысы келмейтінін, егер айтса жүрегі жарылатынын ескертеді. Род сонда да айтып беруін талап етеді. Қыздың айтуынша олардың қыстағын топан су басып, барлық жақындары қаза тапты. Ал күйеуі болса басқа елде жұмыс жасап жатыр. Ол күйеуін іздеп кете жатыр екен. Род ештеңені түсінбей барлығын басынан айтуын сұрайды. Қысқасы, Леннет жас кезінде ата-анасы жол апатына түсіп қаза тапқан екен. Содан оны анасының құрбысы Магда есімді әйел асырап алады. Ол әйелдің бір ұлы болған. Ол Леннетпен жақсы тіл табысып, дос болып кетеді екен. Бір күні әйел қыз бен баланы алып паркке барады және баланы басқа біреуге беріп жібереді. Әйел Леннетке келіп, досың басқа елге кетті деп сылтау айтады. Арадан жылдар өтіп қыз есейеді. Оған өгей әкесі тиісіп, қырыңдай бастайды. Салдарынан отбасыда көп ұрыстар болып, қызды басқа жерге даяршы етіп жұмысқа орналастырып қояды. Күндердің бірінде Томсан есімді жігіт келеді. Ол сол бұрын жас кезіндегі досы, яғни өгей ағасы. Қыз көзінде жаспенен оған қарай атылады. Жігіт қызды өзімен бірге басқа қыстақ қалып кетеді. Томсан үйленіпті, жұбайының есімі Диана екен. Олардың үйленгеніне 2 жыл болса да әлі баласы жоқ. Диана Леннетті жақсы қарсы алады. Олар тез тіл табысып, достасып кетеді. Олар біраз уақыт бірге тұрады. Күндердің бірінде Леннет Тотоның өз жұбайымен жақындасып жатқанын естіп оянып кетеді. Ол ақырындап аңдиды және сол күннен бастап қызғаныш пайда болады. Арадан біраз уақыт өтіп Томсанның әйелі іссапармен Кореяға жұмысқа кетеді. Дәл сол уақытта Леннет пен жігіттің арасында сезім пайда болады. Олар сезімдерін ұстай алмай, бірінші рет махаббатпен айналысады. Солай біраз күндер жалғасады. Бір уақытта қыз жүкті болып қалғанын түсінеді. Осыдан Томсан оны туған жеріне апарып тастап, өзі Кореяға әйеліне қарай жол тартады. Бұл әңгімені естіп отырған жігіт таң қалады. Ол қыздан сәбидің есімін сұрайды. Сәбидің аты Линди, қыз екен. Сөйтіп Род өзі туралы айтып беруді шешеді. Ол теңізші екен, әлі үйленбеген, өмірінің барлық уақытын теңізде өткізіпті. Кеме сөзін естіген Леннет бірден ыңғайсызданып қалады. Жігіт тыныштық па деп сұрағанда, қыз кемеде не болғанын айтып береді. Өткенде отырған кемеде билеті болмай ұсталып, проводниктер оны бастықтың қасына апарған болатын. Қысқасы, қыз бастықтың қасына келеді. Оны әбден сұраққа тарта бастайды. Бишара қыздың болса төлеуге ақшасы жоқ. Сол уақытта жексұрын бастық қасындағыларға сәбиді алып кетуін айтады да қыздың өзін алып қалады. Ол Леннетпен арам ойын іске асырады. Барлығы біткен соң қыз баласына алаңдап, жаңағы проводниктерді іздеп келгенде, олар да қарап тұрмай, кезекпен қызды пайдаланады. Сол жолмен Леннет кемеде қалуына рұқсат алады. Ол аздап тамақтанып, ұйықтауға түскенде бір апаны кездестіреді. Қыз ол кемпірмен бір орында жатады екен. Сол уақытта жаңағы жігіттер тағы келіп, сені капитан шақырып жатыр деп айтады. Қыз баласын кемпірге тастап, капитанның бөлмесіне көтеріледі. Сөйтсе, ол адам қыздың бұл жерге қалай тап болғанын сұрайды. Леннет барлығын айтып береді. Тіпті проводниктер оны айуандықпен зорлағанды айтады. Капитан бұл дұрыс болмапты деп айтып, ол да қызға қолын жүгірте бастайды. Қысқасы, капитанның да ойы арам екен. Ол да қызды өз мақсатына пайдаланады. Сөйтіп, әбден қорлық көрген қыз палатасына оралады. Кемпір оның түріне қарап не болғанын бірден түсінеді. Ол қызға жаны ашып, бір түрлі шөптерді көрсете бастайды. Қысқасы, ол улы шөптер екен.
Егер оны майдалап суға қосса, ішкен адам 1 сағат ішінде тіл тартпай өледі. Кемпір шөпті қызға беріп, оңбағандардан кегін алуды айтады. Сол мақсатпен Леннет қайтадан жоғарыға көтеріледі. Ол бар ақшасына сыра сатып алып, ішіне жаңағы шөптерді қосады. Және өзін азаптаған барлық нахрустарға береді, сонымен қоса капитанға да. Бұның барлығын естіген Рот таң қалады. Оның ашуы келіп, оларды сотқа беру керек деп айтып жатты. Леннет болса оларға улы шөп бергенін Ротқа айтпаған болатын. Бір уақытта далада қатты жел болып, автобус жақын маңдағы қонақ үйде тоқтауға мәжбүр болады. Олар автобустан түсіп сол жердегі шағын кафеге кіреді. Жігіт Леннетке тамақ және сусындар алып, қамқор болады. Қыз өте риза болып, қандай рахмет айтуын білмей жатты. Кенет жігіт сол жердегі магазинге барып Леннет үшін ұялы телефон сатып алады. Оны қызға береді және кішкене ақша да қосады. Қыз қатты қобалжып не айтарын да білмей қалады. Рот қыздың қолын ұстап, біраз уақыттан бері қызбен болмағанын айтып, бүгін менімен қалшы деп өтінеді. Жігіттің нені меңзеп тұрғанын түсінген Леннет жоқ деп айта алмайды. Себебі ол қыз үшін біраз жақсылық істеген еді. Солайша олар сол жердегі қонақ үйге кіреді. Бірақ қыздың басында көңіл күйі болмады. Дегенмен қыз душ қабылдап жатқанда жігіт ақырын кіреді және ойлағанын іске асырады. Сол жерде біз оның отбасылы екенін білеміз. Ол әйелімен сөйлесіп, жақын уақытта келетінін айтады. Жігіт бөлмеге оралып қыздың сумкасынан бір түрлі шөптерді байқайды, бірақ не екенін түсінбейді. Ол жылап жатқан баланың памперсін ауыстырып жатқанда, баланың қыз емес ол екеніне көзі түседі. Бірақ не себептен Леннет оны қыз деп алдады. Біраз уақыттан кейін есік шырылдайды. Қараса автобустың жүретін уақыты келіпті. Қыз айналасына қараса жігіт жоқ. Ол да басқа жігіттер сияқты шаруасын аяқтаған соң жоқ болып кеткен. Бұған қыз қатты ренжіп, өзін пайдаланған сияқты сезініп қалады. Осы уақытта бізге Ротты көрсетеді. Ол өз отбасымен отыр. Оның сүйікті әйелі және 2 баласы бар. Бір уақыт теледидардан жаңалық айтып қалады. Леннет есімді қыз ауруханадан сәби ұрлап қашып кеткен екен. Және аялдамадағы мейрамханада Ротпен бірге болған бейне жазбасы да көрсетіледі. Жаңалықта айтуынша, Леннет бірнеше жылдан бері бала алып сатумен айналысады екен. Сол арада қыз полицейлерге дыбыстық жазбада қалдырып үлгеріпті. Жазбада былай айтады: Рот есімді жігіт мені осы іске итермеледі. Соның бұйрығымен мен баланы алып қаштым. Ал кемедегі капитан мен проводниктердің өліміне де сол кінәлі. Маған улы шөптерді Рот берді деп айтып, шөптердің қалдығын жігіттің сумкасына салып жіберген екен. Солайша қыз жігітті қораға тығып жібереді. Дәл сол уақытта жігіттің үйіне полицияда жетіп келеді. Олар жігіттің сумкасын жақсылап ақтарса, шынымен де улы шөптер шығады. Қораға тіке кіргенін түсінген жігіт не істерін білмей қалады. Ол түрмеге отырғысы келмей қашуға тырысқанда полиция тарапынан оқ атылады. Салдарынан жігіт сол жерде қаза табады. Содан кейін біз автобуста жай барақат кетіп бара жатқан Леннетті көреміз. Және сол жерде фильм өз соңына жетеді. Достар, фильм туралы не айтасыздар? Бұл жерде қыздың істегені дұрыс па? Жауабын комментарияда күтем. Осымен біздің видео өз соңына жетті. Келесі кездескенше аман сау болайық.